Қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге өте дәмді лечо салатының рецебін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жақсылап жуып тазаланған 2 бас пиязымызды өте жіңішке етіп турап дайындап қоямыз. Пиязымызды турап болғаннан соң 4-5 мәрте жуылып тазаланған тәтті бұрышымызды үлкенірек бөліктерге кесеміз. Әркім әртүрлі кеседі, бұдан да үлкен қылып кессеңіздер болады. Түрлері менде қызыл, осындай жасыл свет. Және де ащы бұрышымызды өте майда етіп тураймыз. Осы кезде перчатка киіп тураңыздар. Сарымсағымызды өте майда етіп турап аламыз. Осы кезде жуып тазаланған сәбізімізді терканың үлкен тісінен өткіземіз. Негізі турауға да болады, бірақ мен осы түрі ұнайды. Және біздің қызанағымыздың артық жерін алып жақсылап жуып, блендердің немесе массировканың көмегімен өткізіп, осылай майда етіп алсаңыздар болады. Әркім әртүрлі жасайды. Қазанға шамамен кішкентай кесемен толтырыңқырап майды құямыз. Майды қатты көп құймаңыздар, осы мөлшерде құйыңыздар. Шамамен менде осындай болды. Енді қатты қызып тұрған майға ащы қызыл бұрышымызды қуырып аламыз. Менде бұл жерде 2 кішкентай ащы бұрыш. Жақсылап тұрып қуырып, одан кейін пиязымызды салып, пиязды сап-сары болғанша қуырамыз. Күйдірмейміз, тек қана сап-сары алтын түстес болуы керек. Жақсылап ұзақтау қуырылса, дәмі де өте керемет болады. Ендігі кезекте теркадан өткізілген сәбізімізді қосып, шамамен 10-15 минуттай асықпай қуырамыз. Негізі көп қуырған сайын салаттың дәмі кіреді. Алдын ала дайындап қойған помидорымызды қосамыз. Жақсылап тұрып араластырып, бұрқ еткізіп бір рет қайнатып аламыз. Қыздар, бұл жерде менде 1,5 килограмм помидор. Өзіміздің отбасымызға, семьямызға жетеді жалпы. Әркім әртүрлі істейді, енді үлкен қазанға да. Осылай бұрқ еткізіп бір рет қайнатып алғаннан соң, шамамен айтсам үлкен қасықпен 3 қасықтай тұз қостым. Және де 2 ас қасықтай қант қостым. Міндетті түрде қант қосыңыздар, себебі помидордың қышқылдық дәмін алады. Ерекше дәм береді, сондықтан қосуға кеңес етем. Және де алдын ала дайындап қойған тәтті бұрышымызды барлығын қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз және дайындап қойған сарымсағымызды, петрушкамызды міндетті түрде қосамыз. Және тағы да барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Грамын барлығын, қанша мөлшерін барлығын мен описанияға жазып қойдым, қыздар. Ендігі кезекте жақсылап тұрып, оттың астын пәсейтіп, кемінде мен өзім 45 минуттай қайнатып алдым. Көп қайнаған сайын салаттың дәмі кіреді. Енді банкілерге жауып, сақтап қойсаңыздар болады. Қыста, ал біздің семьямызда 4 адамбыз, 2 кішкентай қызым және жолдасым екеуміз ғана жетім болғандықтан, осындай кішкентай банкілерге құйып, бетін осындай простой қақпақпен жауып, холодильникке суытып, холодильникке салып қоямын. Бізге солай жеткілікті. Менде шамамен осындай банкадан 3 шықты. Осындай салаттың 7-8 түрінен 40-50 банка шығарып қойып қоямыз. Сонымен біз қыстан шығамыз, өзіміздің семьямызға жеткілікті. Сондықтан жасап көріңіздер, ас болсын. Өте дәмді салат, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналыма лайк басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.